Барлықтарыңызға сәлем. Біздің үшінші круизіміз Европада болды. Алматыдан Атырауға барып, Атыраудан түркі мемлекетінің қаласы Стамбулға жеттік. Стамбулдан кемеге отырып біздің круизіміз басталды. Бұнда біз Грекия мемлекетінің Корфу аралына бардық. Астанасы Афиныды көрдік. Италия мемлекетінің Бари қаласына да барып, одан шығып, түркі мемлекетінің Измир қаласына келдік. Измирден Стамбулға келіп, елімізге қайта оралдық. Армандар орындалады. Мадинаның арманы Стамбулды көру еді. Менің арманым Италия мемлекетін көру. Ал басты арманымыз ата-анамызды шетелге шығару. Бізбен бірге екі анамыз барды. Қызық болады, көріңіз. О кезде түн болып тұрды, мост көрінбеді? Қалқалды ма? Мына аяқта мешіт Айя София. Өткетпіз ғана аяқта. Әні Галатский мост. Қазір мынау айналады ана аяққа барып. Әні біз барған мост. Ай, Галатский не? Башня. Иә. Жақындап тұрған Стамбулға келдік. Ал бүгін Стамбулға келдік. Таңертең уже шығамыз. Қалайсыздар? Астарыңыз қандай болсын? Мадина, екі мама. Не алдыңыздар? Шай, жұмыртқа, салат. Мама картошка алды. Жұмыртқа. Мадина тоже жұмыртқа. Менікі самый вкусный замат болып тұрған сияқты. Давайте. Бүгін Стамбулға шығамыз. Осы жерде бір күн қонамыз, ертең Аллаға қаласа елімізге қайтамыз. Мына міне біздің билетіміз. Где написано каюта без окна. Белла IB2 деп тұрған. А на самом деле у нас получилось с окном. Апгрейд получился. Еще да, с таким видом. Е-моя. Қалайсыздар, жақсы ма? Енді бір мнениядан не ұнады осы поездкада? Бәрі де жақсы. Именно не есте қалды? Ана не сара? Сумка қалды. Ол бөлек история, оны түсіріп үлгермей қалдық, ол енді отдельная история. Дождевик кигенімізді. Дождевик ұнатмасың? Елдің бәрі күлген шығар. Дайы қайтады ғой, түрлерің дайы өздік. Дождевикті Мадинаның идеясы болған. Біз барахолкадан специально алғанбыз, вдруг жаңбыр жауып кетсе деп. Мади қарасайшы деді. Бізге де бәрі ұнады. Особенно маған Бари ұнады, Италия. Жүрдік, сол жерде қыдырдық. Европа шын жақсы екен. Мен қайшым жоғалып қалдым, тағы да келетін болды. Түрік мемлекетінде не болды, көтеріліс болды, біз көреміз, не болды, қалай болды, шығамыз. Өзі ғой камера түсі болды, есіней береді. Тамақ жейді, то есіней де. Балаларымызға рахмет. Осындай екі мамаға сыйлық жасап, осылай шет мемлекетті көрсетейік деп алып келгеніне. Сіздерге де жақсы болсын. Туған күнің осы жерде болды. Бірақ енді түнгі сағат 12-ден екі бала келіп Ұйықтап жатқан жермен ята. Ана жерде жүр ғой. Уже Инстаграмда тұр ол. Маманы құттықтадық. Негізі ниетіміз сол болған, екі мамаға шетелді көрсетсек деген, сіздерге де жұғысты болсын. Шетелмен қоса мынау корабльді көрсеттік. Корабльдің аурасы вообще бөлек бұл. Осы корабльдің өзінде жүріп қыдырған не жетсін. Курорт қой былайша айтқанда. Адасып те, бірінші күндері адасып, бір бастан екінші басқа жете алмайды. Сұмдық протяженность время.
коридордың басында тұрып аяғын көре алмайсыздар. Еще бізге ұнағаны не болды ана? Каюталар біз окна алғанбыз, окном берді. 2 каютада с окном болды. Жақсы болды. Бірінші рет біз 3 рет шықтық круизға. Соның екеуінде де біз окна болғанбыз, мына үшіншісінде де біз окна ала салғанбыз. Сөйтсек, екеуі де с окном болды. Еще с балконом десеш? Еще мына жеке балконымыз, мына біздің балконда отырмыз, если что, қарап қойыңыздар, міне. Міне. Мына жерден шығасыздар есіктен. И міне біздің балкон. Ютубта көріңіздер. Иә, бұйыртса шығады. Иә. Бала шағаларыңыз өстіп сіздерге подарок жасасын, барлықтарыңызға. Аумин, аумин. Иә. Жақсы, рахмет. Көріп бе жаңа мен мақтады ғой, караокеде күшті айттым деп. Жаттамапты, жаттамапты. Сен жаттамапты. Good деп. Бәрі қол шапалақтады ғой өткені. Екі өлең айттым. Қазақша? Жоқ, қазақша жоқ ол жерде. Орысша мен шетелше айттым. Растащила маму қазақша. Орысша мен французский айттым. Да ты молодец. Орысша қандай өлең айттың? Чай вдвоем, день рождения де. Воскресенье деп айттым. Ана, бәрі осылай қалады бағым кеше. Мади бардың. Жаңа қарақ қалды. Білмейміз, не үшін сақаған. Бірдеке деп айтайын десем, ұрысады менше. Мен оларға үндемеймін одан кейін. Қазір одан сайын нетіп алам бар деп. Терминалдан, регистрациядан шыққаннан кейін осы жерден түсістір, осы жерде багажды іздейсіздер. Багаж надо искать, багаж. Бұл жерде багаж тауып алу керек. Біздікіне ұқсас багаж көріп тұрған жоқсың ба? Ар жағында емес пе? Міне біздікі. Futbolistler qo'nalar. Bit ko'rsating. Bit ko'rsating, qo'msiz. Nasıl aytırmış? Қайда сендерге ме? Олар да жасап отырған. Meni chiqarib salib o'tirasiz Turkcha. Ne Turkiston deb Turkiyada. Welcome to Kazakhstan. Чимада қалды дейсіз ғой жайына. Ана балаларға сәлем айтам деп мен. Бүгін біз трамваймен жүрейін деп жатырмыз. Трамвайға отырайын деп жатырмыз. Міне маған. О, shit. Ой, bueno, мынандай трамвайға отырамыз. Қалайсыздар? Трамвайға қалай отырайын? Мұны да көру керек. 40 жылдан кейін отырып жатырмыз. Студенттік өміріміз бәрі трамваймен өтеді ғой. Алматыда. Түрлеріңіз ғана көрсең, мына көрсетпей қойған. Аналар көрсетпей қойған. Трамвайдың ішінен көрініс. Гостиницаға дейін барады екен. Арада бірақ үй екен шығамыз ғой. Бәрі солай, нетеміз ғой, пандағамыз ғой. Шыға саламыз да. Гостиницадан шықтыңыз, спортқа келдіңіз. Трамвайдан шықтыңыз, гостиницаға бардыңыз. Бәрі солай. Айсұлу ғой ол, Айсұлу. Айслушник, молодец, Айсұлу, рахмет. Кеше ана жерде жүріп едік жайы. Ана жерде самтан не жедік қой? Дөнер. Мына мост, Нади, сен өтейін деген мостың. Осы мостты түсіріп келеткен кезде мынандай КамАЗ өтіп қалады ғой, жауып тастайды. Вот, снимай. Она балғаула болды. Міне балық аулап жатыр. Мен қармақ алып келдім, кстати. Здрасте, отырыңыз. Свадьба была. Міне турецкая свадьба. Ладно, неделя ортасында бола береді. Метрода кетіп бара жатырмыз. Ана жақта да мост. Мына жақта да су, мына жерде корабльдер. Жоқ. Оны ана неге намаз оқитындарға бесплатно, оларға платно ғой? Бізге платно ма? Сіздер де намаз оқисыздар ғой?
Оқимыз ба деп? бір күнге бүгін сіздерге қадір түнде не айтамын ғой жаңағы уағыз айтқаннан кейін ертеңінде сіздер намаз оқитын адамдар шыға келесіздер ғой Баяғыда неге келдіріп едім ғой сен бәлем оразаға ма? енді намазға келдірміз. Ана не қай жерде? жасамаған ғой еге мұсахан просто өзім үйретіп тұрмын сондай Да? Да деп қоймай. бұрын ол да тегін айта беруші еді қазір тегін айтпайтын болды мен постоянно бірдеңе айтсам оған мынанша төлейсің деп айтамын ғой Сам иә мынау енді азиатский жағында кеше өткенде біз европейский жағында жатқанбыз МСC көрініп екен кешке дейін тұрасың. бағана біз мынандай трамвайға отырып отельге дейін жетіп алдық отельге жетіп енді шықтық тамақ ішіп алдық перекус жасадық мама ватсапта келатыр ватсапта келатыр деймін ғой мама иә мына стамбулдың көшелері енді қараңыздар шынымды айтсам маған кішкене мына көшелер тар болып жатыр да кішкене ана қысылып келесің андай алматыдағы неге үйреніп қалдық қой біз кішкене ашылып жайылып тұрады кеңдікке жейік айскрим мороженое дәмді болсын 11 мыңның мороженое қалай кетіп жатыр екен рахмет мамалар 2800-ден ба бір мороженое Данько, там музей. қай жақта نتيجة الخلاف أخرى لن يستوعب هذا لن يستسيغ هذا Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед дейді. Первое по значению мечеть Стамбула. Насчитывает 6 минаретов, 4 как обычно и 2 по сторонам, чуть меньше, на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской. На мешіт, голубой мешіт деп аталады екен. Қазақстанда көк мешіт қой. Немесе Султан Ахмед мешіті деді, иә? Сұлтанға 19 жасы болған кезде осы мешітті бастапты. 1616 жылы бітіріпті. 1609 жылы бастаған, иә? Сонда 6 жыл салған ғой бұл мешітті. Тарихы былай 7 жыл ма? Аха, 7 жыл салыпты. Ана кезінде айтқан ғой, алтын минаретпен жасандар деген ғой, сөйтсе архитектор бұны 6 деп түсініп қаптыр, 6 минарет жасап қояды екен. Одан кейін алады да енді 6-ны көргеннен кейін мына қалады екен сұлтанға. Мешіттің эскизін көрген кезде. Сөйтсе қасындағы визирлар айтпай ма? Бұл Меккеден артық болмау керек. Бұнда Меккенің өзінде 6 десе, онда Меккеге мен 7-шін қаржыландырам деп Меккеге 7-ші минарет тұрғызады да. Меккеде 7 болады екен, а мына мешітте сонда 6 болады екен. Иә, мынаны салған өзінде дейді ана. Жаулап алған елдерден алған ақшаны салынады екен, ақасы мешіт салған кезде. Бірақ именно осы мешіт салған кезде ақша болмай, өз қазынасынан салыпты. Өзінің сокровищницасынан. Зато қанша Турцияға осы мешітті көруге қанша турист келеді, қанша ақша келіп отыр неге? Мемлекетке. Мен бұның бәрін интернеттен оқығанмын, бір қатты білетіндей сияқты деп ойлақамаңыздар. İnternette son beri açtı yazılıp durgun. İzmir'de ben dayılarım orada. Karşıya kadar yalanlar.
оқыдық, дұға тіледік. Намаз оқитындарға вход тегін, туристерге вход платный. Дұға тіледіңіздер ме? Тіледік дұға. Осман империясының кезіндегі мешіт қой, былайға айтқанда. Неше ғасыр болды? Еще қасиетті Рамазан айында келіп тұрмыз, көрдіңіздер ме? Қандай? Еще бүгін қадір түні, иә. Күшті күнде келіп тұрмыз негізі. Тілесін, иә, тілеген дұғаларымыздың бәрі қабыл болсын. Сіздер үшін де тілейміз. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, бақытты болыңыздар, бала шағаңыздың қызығын көріп, осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Біздің жолды сіздерге берсін. Сіздердің жақсы, бақытты, шуақты күндеріңді бізге берсін. Біздің де осылай бақытты, шуақты күндерімізді сіздерге берсін. Сол, аумин деңіздер, барлықтарыңызға. Осындай әдемі мешіттің ішінде осындай бір энергетика бар. Мен білмеймін, сіздерге айту жеткізу қиын. Мен сондайға сенеміз, жаңағы Аллаға сенеміз. Енді сол энергетика қабыл болады деген тілектеміз. Адам и Ева. Содан шығады міне. Хабил, Каин, Абель, Сейд кетеді. И міне Идрис пайғамбар, Нух пайғамбар, Бен, Шам. Да, very nice. Ең аяғында соңғы пайғамбар Мұхаммед. Көрді қанша пайғамбарлар. İdris, Nuh peygamber, Hud peygamber, Salih peygamber, Lut peygamber, İbrahim peygamber, Ayub, İsmail, Yusuf, Yunus. Ne diyeyim? Makette şart mı? Biz Sultan Ahmet'in nesine geldik? Жатқан жеріне келіп, семьясымен жатыр екен. Көп айтайық. Mahmud Hüdayi göndersizden İslamik şey İrbali bu yani sil Тәпішкесі де белдігі қойдым ба? Анам несі? Осылай мен жүрген ғой сонда, қолында копиясынан. Мынау не ол екен деймін? Медине топырағы. Қайсы? Екі. Мына сақиналары қойдым. Ана бір не екен? Анда 3, 4, 5. 3, 4. Сақал, соң жаңағы сандық, яны зат. Алтын. Олар пайғамбар емес қой? Білмеймін мен кімдікі. Тақиялары көрем, е? Ау, Тақиялары көрем. тақиясы. Басына Жаңа мешіт салған сұлтан ғой. Сұлтан Ахмет хан дейді.
Именно атын. Нет, солай шығады ғой. Muratхан. Muratхан. Тоже. Рабия Султан дейді, Рабия Султан. Мұратхан қызы дейді. Султанның қызы екен. Шахзаде Орхан дейді. Muratxanның ұлы екен. Мұратханның ұлы деймін? Шахзада осынан жоқ, соғыс болды бұларда. Не болды? Бір-бірін отставить ету деген. Көре алмау. Таққа талас болды бұларда да. Сондай. Ол үшін бар ғой, нені көру керек ана великолепный векті. Соны көрсек бәрін түсінеміз. Короткий вариант. Великолепный век. Серия. Султан Ахмет, Шахзаде Сасан. Evet abi anlatacağım durumu. Soldan abi. Neyine var olacak olmuşlar? Жаңа мына жерге кіріп шықтық. Барлық сұлтандардың семьялары осы жерде жатыр екен. Бәрін қарап шықтық. Қазір сіздерге де көрсетеміз. Мороженое добавляларын қараңдар. Сериалдарда есіміз ғой тұр. Хюрем Султан деп. Осы моншасы қойдым, хамамы дейді. 1556 жыл салыныпты. Хюрем Султан хамамы дейді. Білмеймін. Мама? Главное, она узнает. Біз моншаға кіріп шықтық. Жуындық, жақсы екен деп. Сонда не да әлі істеп тұр Әлі істеп тұр екен, 1556 жылғы монша әлі істеп тұр. Смотри, тюльпаны уже. Красота. Голубая мечіттен шығып, былай келе жатасыңыздар. Мына жолдан айтпашы. Хамам, Хюрем Султанның. И мына жерде Айя София мешіті. Бұл Айя София деген бар ғой, бұрын Константинополь кезінде, акасы церковь болған екен. Одан кейін еще Византия кезінде служит еткен екен бұл айтпақшы. Қазір мен сіздерге оқып беремін тарихын. Айя София мешіті. Бұл ғимарат мешіт болды кезінде. Сонан кейін мұражай болды. Негізі іргетасы император ұлы Константиннің бұйрығы бойынша 325 жылы қаланған екен. Оны 10 мың жұмыскер 5 жылда салып бітірген. Содан бері түрлі жағдайлар талай рет қирап, талай рет қалпына келтірілген. Ғимарат осы біздің тарихта 20-шы жылы, сонда получается 2020 жылы қайтадан мешіт болып саналды Ердоғанның бұйрығымен. Алланың қалауымен міне Айя София мешітіне кіріп баратқан жағдайымыз бар. Қалай мамасы? Құрбаны ма бәрі? Выделился не это больше. Айя София. Ана жерден паспортты контроль өткен сияқты немен өтеді екенсіздер, жаңа тексереді сумкаларыңызды. Содан кейін былай қарай кіре беруге болады. Hoş geldiniz, hayırlı kandiller. Hoş geldik. Diyanet günü görevlileri ne? İçeride cami içinde.
Түнде жанады екен ғой, әдемі бұл. Қайсы? Қараңыздар. Да, точно. Мына қараңыздар қалай. Қаланған. Сіздерге энергетика жіберіп жатырмын даже. Қандай, е? Қазір түнде адам көп отыр. Түнде Бүгін ба? işte. Бүгін мешітте өтірсек болды, кстати. Ұйықта қаламыз. Нормально не тастар. Колонналар қойдым бұл, аха. Saraç olmaz. Yok. Есігі. Ha? Былтыр салған цементтің бәрі ақ кетті ғой. Бұл жерде есік алған мен бетон құйғам былтыр. Сол айтамын да, мына қанша ғасыр болып тұр деймін да мынау. А біз былтыр салған бәрі уже нетіп кетті. Так. В общем, Айя Софияның ішіне кіру үшін егер ер адамдарды кіргізе береді екен. Жаңа мен кіріп шықтым. Әйел адамдарды басқа жағына қарай кіргізді, намаз оқитын жағына қарай. Егер сен түрік ханым болсаң, сені кіргізеді екен, еркектермен бірге. Егер басқа жақтан болсаң, значит кіргізбейді екен. Не оқып жатыр, әлі кірген жоқ. Ал. Айя Софияның арт жағы. Дворец, Топкапы деген дворецке келдік. Енді мынау. Зиярат алаңы дейді. Ал мынау Топкапы деген неге келдік? Топкапы деген дворецқа. 3 сағат созылады екен бұның ішінде кірген. Біз бірақ 5:30-да келіп қой, неше деген? Сағат қанша болды? 4:30 болды. 4:30 болды.
ошондо 1 саат жүрөсүңдөр депти, бизге жана билет саткан жок. Biliyor musun? Biz короче неге келдик? Топ капы деген жерге келдик, бирок ичине кирген жокпуз. Өйткөнү не жетпей калды? Убакыт жетпей калды. 3 саат убакыт кетет экен. Биз саат 5ке таман келдик. Алтыда жабады экен. Хотя бы шекесин көрдүк да кайттык энди. Надо bir древнее. Екінтінің уақыты берді. Екінті намазы. Дворец айналып жүрміз керек, по-моему. Ана топ капыдан шықтық та төмен қарай түсіп едік. Мында пляжға келеді екенсіздер. Точно. Пляж емес, набережная. Қалай, Мади? Нормально ма? Турцияны көріп жатсың ба? Турция негізі Мадинаның арманы ғой. Стамбулды көру, Түркия міне. Biz Turkiyada жүрміз, İstanbul қаласында. Biz mына неде келатырмыз. Айя София жақта бір райондарға түсіп кеттік. Таза туристский контенттің ішінде келатырмыз. Пина хотел дейді. Пинел хотел дейді. Қараңыздар. Мынаның аты не ол? Семит? В общем, Семит деген деп жатырмыз. Мынау не ол? Ne diyeceksin ha? Toş simit dedi. Akçıma. Açma şıkaları. Турецкий лепешкалар ғой сол былай айтқанда. Түркістанда пісірдік қой баяғыда. Onda eminsin ya. Осындай район жоқ. Біздің районға жақын қалдық. Міне Лианда Хотел деген жерге алғанбыз. Біздің тоқтаған отель Лианда Хотел деген. Тура ненің қасында, жаңағы Айя София мешітінің жанында. Картадан көрсеңіздер, потом осы жерге келсеңіздер болады. Іші тап-таза екен. Ой, жауып тұрмады. İçine қарайды. İşte қарай. Рахмет. Reception. Орысша сөйлейді ресепшндары бәрі. Сонсыз ақ. Иә, орысша сөйлейді екен. Бәр жерде осы иіс. Бәр жерде осындай иісі, иә? Гостиницаның иісі. Ой, ben yaptım sol kolunuzu. Себе домой деп. Bizim номер бағана түсірген жоқпыз, иә, номерді? Номер шашылып жатыр. Номер рабочий беспорядок енді ол. Бәрінде сондай болады, бізде ғана емес. Короче, бізге бір түнге, сол үшін біз бірге ала салдық. Bir жерде ұйықтай саламыз. Біз түнгі серуенге шықтық. Стамбулдың енді жана номерға барып кішкене демалып алдық. Енді Стамбулдың түнгі бейнесін қарайын деп отырмыз. Әрі жүр қайтпайды. Базар аралап жүрміз. Paşa medresesi дейді.
Ал. Сразу өздері жатқан жерлер ме сонда? Синан Паша деген бұл ана патшаның несінде жүрген не ғой бұлар? Советниктер ма сондайлар ғой? А? Ага. Сатушылар ма? Ага. Мың 400 нешінші жыл салынған еді? Гази Атекали Паша Камил мешіті дейді. 1496 жылы салынған. Ондай дәу минареті бар. Камил Дуварина. Мешіттің жанына примерно өздері айтқан ғой, мен бала шағамды Үрімбұтағымды осы жерге жерленді деп. Біз неге исторический жерде жатыр екенбіз ғой, мына несінің қасында жатырмыз біз осы. Дәуекен, аха. Курсы болар еді. Колонна Константина дей ма? Маяк ретінде қолданған сияқты ғой кезінде. Қайсы? Бір екенім жалып тұр әйтір. Бұлай түсіп алайық. Түнгі көрінісі. Бағана біз келген голубой мечет. То есть көк мешіт па, қазақшасы қалай сонда? Көгілдір мешіт, голубая мечет. Мешіт қалай деді? Ахмет Султана деді ме? Қазір осы жерге кіріп намазымызды оқып аламыз. Құтаның уақыты келді ғой, е? Тарауға оқып отыр ғой. Ага. Namaz kıldın mı? Sen kılmayı biliyor muydun? Evet. Şimdi Almanya'nın nüfusu 80 milyon. Tamam mı? Алла болса, мына Айя Софияның түнгі көрінісі. Сіздер де көріп қалыңыздар. Бағана күндіз келгенбіз біз осы жерге. Біздің гостиница тура осының жанында. Сол үшін бізге қатты алыс емес. Біз кешкі серуенге келе салдық. Жағынан көріп қайтып қойып. Артымызда Голубая мечеть. Ахмет Султан мешіті. Турцияның ең страшный районда жұмыс. Адам жоқ, тірі жан жоқ. Мен және Мадина. Бандиттар жүр. Бандиттар жүр. Жерден келдік. Мешіт. Сулеймания мешіті. Амын жерде Стамбулдың көрінісі. Алдына қарай барып сөйтсең, видеоға фото күшті болады. Уже ішінде тұрмыз біз территориясында.
Бәс, ала қандай көрінеді екен, а? Daha yüksek ama. Жаңағы біз барған голубая мечеть. Ага, точно сол. Burası 3 tane bir kişi gelir mi? Buraya en az 5 tane lazım, 10 metre var. Onda şu galbanı. Allah'ım kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabul et. Бүгін біздің мешітке келген күніміз қадір түнімен сәйкес келді. Тілеген дұға тілектеріміздің бәрі қабыл болсын. Aziz bana lisan eyle. Dertlerimizi devamlı lisan eyle. Boş gamzelere lisan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Zarar gelir mi ben sadece? Neyse ben sadece zarar yerim. Dur. Жоқ, бағанағы ол басқа сұлтан ғой. Мәна. Шедерский екен. Бағанағы мешітке ұқсайды, иә? А? Nasıl namazı kilindi, zekatı verin. Мешіттің іші. Төбесі. Осы жерде оқи бересің бе? Аха. Аллаға шүкір. Мынау үлкен болып тұрған жаңағы Роксолананікі и алдында тұрған Сұлтандікі. Өйткені жұқа сияқты ғой. Не деп жазып тұр? Бұны музей. Страшно көшемен келетіміз. Екі адам. Мен және Мәдина.
бір адам жоқ қой, айналайын. Бір адам жоқ. Бір базарлардың көшесі екен, короче, біздің. Жаңағы Сүлейман мешітінен біздің отельге қарай қысқаша жол, жаяу баратын. Через базарлар арқылы өтеді екен. Қап қараңғы ғой. Қорқынышты. Десе. Анау кім тұрған?